Үйдегі келіннің кредиттері есіме түсіп уһлеп отырмын. Сондай әйелге шыдап жүрген ұлыма жаным ашиды. Шынымды айтсам, мен де әрең шыдап келем бұл келінге. Амал жоқ, бірге тұрған соң, басқа барар жерім болмағаннан кейін тілім қысқа. Әрине, басқа келіндер бар ғой, бірақ олар қалада тұрады, ал мен ауылға үйренген жамын. Келін боп босағамда аттағанына небәрі 7 жыл болды. Осы уақыт аралығында ол қыздарыма да, ұлдарыма да несие алдырып, бәрінің несие тарихына кір келтіріп үлгерген. Несиені несие алып жапқанын көргенде ұрысқамын. Тыңдар құлақ болмады. Үнемдеуді, жағдайға қарай қадам жасауды үйрете алмадым. Айта-айта Алтайды Жамал апай қартайды дегендей, 7 жылда ай сайын сол несие тақырыбы қозғалып ұрсамызда отырамыз. Ұлдарым мен қыздарыма әр банктен қоңырау шалып, несиеңізді уақытында төлемепсіз дегенде олар да ашуланып жеңгесіне ұрсады. Осылай ағайында алтау қазір қара шаңырақтан алыстаған, несиеге батырған жеңгесіне ренжулі. Мен де шаршадым. Менің де атымнан несие алып тастаған ғой бұл келін. Мен сенсорлы телефонды түсіне бермеймін, атымнан Каспий Голд ашып, несие алғанын кейін білдім. Енді зейнетақымды толық ала алмай жүрмін. Соңғы жылдармен қатты қартайдым. Көңілі әрқашан алаң, жүрегі тыныш емес адам бақытты сезіне де алмайды екен. Күлуден, қуанудан қалғамын. Өткен жазда апа, сырғаңызды ломбардқа қойып ақшалайықшы. Өзім төлеп алып берем деп қызының туған күнін кафеде істеуге ақшалған. Ақылы бар адам енесінің алтынын ломбардқа қойып туған күн өткіземе. Соның айтқанына көніп алтынымды бере салған өзім де ақымақ боп отырмын. Сол күйге алтынның ақшасы төленбеді. Бір ол емес, әр құдалықта таққан алтын солай ломбардқа кеткен. Ақшадан қиналғанда 3-ші қызымнан ақша сұраймын. Басқаларға қарағанда жағдайы жақсы. Бірде тағы 2 жілігеттің ақшасын төлеп берші деп ақша сұрадым. Ол, үйлеріңізге ай сайын әжептеуір кіріс кіріп жатыр. Неге үнемі ақша жетпейді? Мама, міне қараңыз деп кірісімізді есептеп берді. Расында да менің зейнетақымды қосқанда келін мен ұлдың жалақысы, одан бөлек келіннің 4 балаға алатын жәрдемақысы, май құрттан түсетін ақшамен қарызсыз өмір сүруге болады. Бірақ киімді де, басқаны да бөліп төлеуге ала салатын, тапсырыспен тамақ алуға құмар, басында бірнеше несиесі бар келін тұрғанда, менің көрген күнім осы, өзгермейді деп ойлаймын. Ұлым үйдің бетін көрмей қара жұмыс істеп басқа қалада жүр. Бір күні денсаулығы сыр берсе, не болмақ? Оны ойлап жатқан келін жоқ, тек ала берсем дейді. Ажырастырып жіберейін десем, ортада 4 бала бар. Не істесем екен?